Сәлеметсіздер ме? Менің атым Қуантай Ильяс, 8 сынып оқушысымын. Менің таныстырғалы отырған жобам үздік инновациялық рационализаторлық ұсыныс. Біздің жобамыз жүйеміз Automated System автоматтандырылған жүйе. Бұл көлік, яғни түрлі керек жабдықтармен жабдықталған көлік. Бұның ішін таныстыра кетсем, бұл Arduino платасы арқылы жасалған көлік, яғни бұл мына 90 градус пен 0 градустың арасында айналады және төбедегі ұшып бара жатқан дрондарды немесе әуе соққыларын анықтайды. Және сол арқылы шабуыл жасайды, яғни тойтарады. Мына жерде біздің газ датчигіміз. Бұл газ датчик, яғни қасында болып жатқан жарылыстарды сезген бойдан жүргізушіге бірден анықтама береді. Яғни осындай свет диодтары жанатын болады, яғни жүргізушіге хабарлап. Ал бұл степпер моторы, бұл көліктің жүргізуін қамтамасыз етіп отырады, яғни соған жауап береді. Әрі қарай менің тағы да бір жобам бұл ақылды мұнаралар. Бұл жерде ультрадыбыстық датчик болады және соны анықтайтын болады. Мысалға, бұл көліктер біздің Қазақстанның шекараларында жүретін болады. Яғни біздің өзіміздің қауіпсіздігімізді сақтайды. Яғни қауіпсіздік біздің мемлекетіміздің негізгі нышаны. Яғни біздің қауіпсіз ел болашаққа үлкен қадам. Жобаның мақсаты автоматтандырылған жүйе негізінде Arduino платформасын қолдана отырып шекара қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған ақылды әскери машина құрастыру. Жүйе әуе кеңістігіндегі қауіптерді анықтап, дер кезінде әрекет ету және қоршаған ортадағы қауіпсіз газдар мен түтінді анықтау арқылы адам өмірін қорғауға бағытталған. Жобаның міндеттері дрондар мен әуе нысандарын анықтайтын ультрадыбыстық немесе басқа датчиктерді орнату. Қауіпті жағдай туындағанда, нысана табылғанда автоматты түрде әрекет етіп, механизм, лазер немесе сигнал жүйесі жасау. Газ, түтін, өрт белгілерін анықтайтын газ датчигі жүйеге қосу, барлық компоненттерді Arduino арқылы бір орталықтан басқару. Жобаның өзектілігі. Бүгінгі таңда шекара қауіпсіздігі мен азаматтардың өмірін қорғау кез келген мемлекеттің басымдылығы. Дрондар, ракета немесе басқа әуе нысандары арқылы жасалатын қауіптер күннен күнге артып келеді. Сол себепті автоматтандырылған ақылды жүйе енгізу қазіргі заманның талабы. Менің жобам ақылды әскери машина осы қауіптерді дер кезінде анықтап, жауап беруге қабілетті. Сонымен қатар газ, өрт немесе түтін секілді қауіпті жағдайларды да бақылай алады. Яғни бұл жүйе тек әскери бағытта ғана емес, азаматтық қауіпсіздікке де қызмет етеді. Оның өзектілігі мынада. Шекара қауіпсіздігін автоматтандыру арқылы адам факторынан туындайтын қателіктерді азайту. Дрон, ракета немесе басқа әуе нысандарын жылдам анықтау мүмкіндігі. Қауіпке ұшыраған адамдарды уақытылы ескерту. Ақылды сенсорлармен табиғи және адам жасаған апаттардың алдын алу. Arduino негізінде жасалған жобаның программа коды. Осы программа коды арқылы біз машинамызға бұйрық бере аламыз, яғни солай басқара аламыз. Қорытынды, бұл жоба қазіргі заманғы қауіп-қатерлерге жауап беретін ақылды, көп функционалды және болашақта қолданылуы кеңейетін жүйе болып табылады. Назарларыңызға рахмет.